Қош келіпсіздер YouTube каналға. Апталық болжам шығаратын боламын. 30 июнь 6 июнь аралығына апталық болжам. Жұлдыз жорамалдарға. Каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, қолдау болу үшін. Пікірлеріңізді комментарияға жазып отырыңыздар. Тоқты Овен 30 июнь 1 июнь аралығында не күтеді? Тоқты Овен. Тоқты. Тоқты Овен дейді. Бір мәселемен келіспейсіз дейді. Келіспейсіз, қарсы болып тұрсыз. Балаңызға қатысты бір мәселеде келіспейсіз. Бір документ, қағаз мәселесінде сіз ойдағыдай, сіздің ойыңыздағыдай болып тұрған жоқ. Мына жерде күресу керек дейді. Күш сынау, күресу. Мүмкін сол жұмысыңызда өзіңізде бір оқып, повышение. Біліміңізді шыңдайсыз дейді, күресесіз. Жаңа бастама түсіп тұр, бірақ оны бір бастауға іште бір қорқыныш, уайым бар дейді. Мына жерде башня. Сіз ойлағаннан пландар өзгеру мүмкін дейді. Башня. Расставание, развод дейді. Мүмкін арақатынас тоқтайды, арақатынаста жүрген адамдарда паузаға кетеді дейді. Жұбы жоқ адамдар үшін жаңа таныстық болуы мүмкін. Мына жерде той, қуанышты күн дейді. Достар, коллегалармен қыдыру, бас қосу, заведениеға бару, көңіл көтеру дейді. Семерка жезлов. Бір мәселелер, проблемалар дейді. Үшінші бір адамдар жақтан. Таныс достар арқылы мәселелер дейді. Соны шешуге әрекет жасайсыз, маг. Соны бір шешесіз. Соны бір шешуге әрекет жасайсыз. Таныстар арқылы көмегіне жүгінесіз. Оқуға, білім алуға дейді, қолайлы. Бір адамдар солай шешім қабылдауы мүмкін. Пожмить. Үйренсем екен, оқысам екен дейді. Развитияға көңіл бөлу. Күш сынау, жарысу дейді. Мүмкін сол балдарын уайымдайтын шығар. Кейбір ата-аналар жарысқа бару, спорттық жарыстарға сайыс. Қарға қатысу. Телец Овен. Келесі апта не күтеді? Телец Овен. Неге араластыра бересің, картаны сапыра бересің деген комментариялар жазып жатады. Енді тікелей картаға байланысты болған үшін араластыру керек картаны. Енді болжам тікелей картаға байланысты ғой. Соның үшін араластыру керек жақсылап. Телец. Торпақ телец. Бұл общий расклад, жеке расклад. Ақылы өту үшін 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарлассаңыз болады. План түзу, идея дейді, иллюзия. Иллюзияда жүрген болсаңыз, кейбір адамдар арақатынасқа қатысты нәтижеде көзіңіз ашылады дейді. Разочарование дейді. Сіз күткен қадамды жасамайды, сіз күткендей болып шықпайды дейді. Иллюзияда жүрген болсаңыз, көзіңіз ашылады дейді. Кейбір адамдар таныстыққа ұсыныс түседі, жұбы жоқ адамдар. Мына жерде жол жүру активный болады, энергичный, активный болады апта дейді. Жол жүру,
кездесу, сөйлесу, действие, іс-әрекет көп болады. Болашақ туралы уайымдап тұрсыз, қалай болады, не болады екен деп. Ақшаға қатысты. Ақша келеді, бірақ кетеді дейді. Келеді, кетеді. Жол жүру, ұзақ жол түсіп тұр, ұзақ жол. Ұзақ жол, немесе бір кейбір адамдар не дейді, колесница дейді. Машинаға қатысты бір мәселелерді шешеді дейді. Машинаға қатысты. Машинаға қатысты не дейді, финанс дейді. Алу үшін ақша жетпей тұр, немесе машинаға қаржы жұмсау. Әйел кісілер әдемілігіне, сұлулыққа көңіл бөледі дейді. Өзіне әдемі киімдер алу, салонға бару, сұлулық процедуралары дейді. Сұлулық процедуралары. И бала толуы, беременность. Бала толу үшін алып бара жатыр күйеуіңіз роддомға. Таял болды ғой мынау. Егіздер близнецы. Егіздер близнецы. Егіздер близнецы. 30 июнь, 30 июнь, 6 июль аралығы. Келесі апта. Егіздер близнецы. Келесі апта не күтеді? Егіздер близнецы. Егіздер близнецы, келесі апта не күтеді? Егіздер близнецы, келесі апта не күтеді? Егіздер близнецы, келесі апта не күтеді? Егіздер музыканы қой. Егіздер близнецы, келесі апта не күтеді? Победа, жеңіс дейді. Награда, премия, жұмысқа қатысты. Сіз бір ойымдап жүрген бір мәселе жақсы жағынан шешіледі. Сол бір мәселені орындайсыз дейді. Действие, іс-әрекетке көшесіз. Соған қатысты бір ер адаммен кездесесіз. Ер адам арқылы шешіледі. Жұмыста бір тұрақтылық, комфортно дейді. Өзіңізді бір жайлы сезінесіз, комфортно сезінесіз. Жұмыста дейді. Ұзақ уақыт күткен бір ақшаңызды аласыз. Ұзақ уақыт бір күткен әйел кісіге қатысты бір мәселені шешесіз дейді. Страшный суд бір балаңызға қатысты бір мәселені, музыканы қой, балаңызға қатысты бір мәселені күтесіз дейді. Әлі уақыт келген жоқ, мына жерде біраз уақыт күту керек болады. Іште бір қорқыныш, уайым болып тұр дейді. Кейбір адамдар жаңа бір жұмысқа кіру керек болады. Жаңа бір жұмысқа қатысты қорқыныш болып тұр. Іште. Жаңа жұмыстан. Барсам ба, қалай болады, кіремін бе, кірмеймін бе деп уайым болып тұр дейді. Финанста тұрақтылық болады кейбір адам. Финанста тұрақтылық, жұмыста тұрақтылық. Бір ойлап уайымдап жүрген бір мәселелеріңізде мынау жасайсыз. Соны бір жақсы жағынан шешесіз, жетістік, победа дейді. Жеңесіз. Ол ара қатынастағы мәселеде болуы мүмкін. Ренжісіп жүрдіңіз. Ол адам сізден кешірім сұрап келді. Міне жеңіп тұрдым дейсіз. Жұмысқа да қатысты болуы мүмкін. Егіздер бикеш. Бикештер дева. Келесі апта 30 июль, 6 июль. Бикештер дева, келесі апта не күтеді? Бикештер дева. Бикештер дева, келесі апта не күтеді? Бикештер дева. Бикештер дева, келесі апта не күтеді? 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 Бикештер дева.
Бұл общий расклад, жеке расклад ақылы өту үшін 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарласыңыз. Екі ойлы боласыз, шешім қабылдауға қиналасыз дейді. Өткендегі сол бір мәселе туралы, ұзақ уақыт көрмеген адаммен кездесу болуы мүмкін. Сол бір өткендегі бір мәселе туралы ойласыз, шешім қабылдауға қиналып тұрсыз дейді. Отбасылық жағдайда, отбасылық бір мәселеде ер адамға байланысты болып тұр, сол туралы ойлайсыз. Болашақ туралы сол ер адамға қатысты болып тұр, сол күтесіз бір жауабына, сол адамның іс-әрекетіні күтудесіз дейді. Қорқыныш бар, қалай болады екен, бір болмай қалам екен деген сенімсіздік болып тұр дейді. Мына жерде жол жүресіз. Тығырықта, тупикте тұрғандай состояние болып тұр дейді. Дьявол сол бір адамға зависимый, тәуелді болып тұрсыз, или бір мәселе болып тұр, мына бір шешілмей тұрған бір мәселе болып тұр. Арыстан. Арыстан 30 июнь, 31 июль. Арыстан 30 июнь, 31 июль. Ойбой, 6 июль. Арыстан 30 июль, 6 июль аралығында не күтеді? Арыстан 30 июнь, 6 июль аралығында не күтеді? Келесі апта Арыстан келесі апта не күтеді? 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 Ақшаға қатысты, қомақты қаражатқа қатысты дейді. Сотрудничество дейді, мына жерде партнерство, сотрудничество. Ара қатынаста бір жайлы, өзіңізді комфортно сезіну, ол адаммен өзіңізді бір удовольствие, бір демалатын орындарға бару сізді жұбыңыз мүмкін қуантуы мүмкін, сыйлық беріп дейді. Мына жерде бір мәселенің нүктесін қою дейді. Іште бір қимастық болуы мүмкін, бірақ ол жерде обман дейді. Обман бар, өтірік көп күрестіңіз, энергия көп жұмсадыңыз дейді. Талас тартыс, көп энергия жұмсау, обман дейді. Той, мына жерде той, жиын, туған күн түсіп тұр. Бірақ бір пландар сіз ойлағандай болмай қалуы мүмкін, кешігуі мүмкін дейді. Башня, разрушение планов. Туз пентаклей, сол жаңа бір мүмкіндік, жаңа бір ақшаға қатысты пландарыңыз өзгеруі мүмкін. Бір әйел кісі. Жұмыста тұрақтылық, финанста тұрақтылық дейді мына жерде. Өзіңізді бір қуантасыз дейді мына жерде. Девятка чаш. Удовольствие, радость дейді. Күткен затыңызды өзіңізге сатып аласыз. Қуантасыз мына жерде. Қомақты қаражат түсіп тұр. Мерген стрелец, мерген стрелец, мерген стрелец. Мерген стрелец, мерген стрелец. 9 июнь, 6 июль. Мерген стрелец, 9 июнь, 6 июль. 30 июнь, 6 июль, 30 июнь, 6 июль. 30 июнь, 6 июль келесі апта не күтеді? Мерген стрелец келесі апта не күтеді? Мерген стрелец келесі апта не күтеді? Мерген стрелец.
Бұл общий расклад, жеке расклад қажет болса 747 460 56 78 WhatsApp номерге хабарласасыз. Көңіл-күй сіз ойлағандай болмай тұр, нәжеде мүмкіндікті дұрыс пайдаланбау, ара-қатынасқа қатысты бір онша емес болып қалады дейді. Ара-қатынаста бір ренжісу, дьявол бір агрессия, ашу көрсету. Болашақ туралы уайымдау тұрсыз, мына жерде қомақты қаражат түсіп тұр. Соған қатысты бір адаммен кездесу, мына жерде ойланып отырсыз. Отшельник. Жалғыз қалғыңыз келеді, іште бір көңіл-күй ондай болмауы мүмкін еді. Туған күн, мына жерде солнце туған күн, бала туылу, жақын туыстарда. Туған күн, семья отбасыңызда бір туған күн болуы мүмкін. Жаңа бастамаға қатысты. Апта ортасында осындай бір көңіл-күй құбылмалы болып, мына жерде кейін апта соңында жақсы бір самочувствие, энергияңыз қайта келеді дейді. Жаңа бір бастама туралы ойлап тұрсыз, бірақ іште өзіңізге сенімсіз, іште қарсылықтар дейді. Немесе бір мәселе, кедергілерді соларды шешу керек. Жаңа бастама ойыңызда әлі іс-әрекетке көшкен жоқсыз. Ойыңызда тұр ол план дейді. Сол қомақты қаражат керек дейді. Соған қатысты мына жерде ойланып тұрсыз. Мерген стрелецтерге. Каналға лайк басамыз, каналға тіркелеміз, лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар қолдау үшін. Комментарияға тайм-кодты жазып қоятын боламын. Сау болыңыздар.